19 қаңтарда өткен Сенат отырысында депутат Әбдәлі Нұралиев жеке қосалқы шаруашылықтарға қатысты бірнеше дерек келтірді. Сенат депутатының келтірген дерегі рас па? Бірге зерттейік. Ақшаң болса қалтаңда, қалтаңда да қалтаңда. Шынайы және тексерілген ақпараттармен күнделікті танысу үшін каналға жазыл. Біздің видеоларымызға лайк бас және достарыңа тарат. Осылайша сен өзіңді ғана емес, басқа да көрермендерді тексерілген ақпаратпен таныстырасың. Сенатордың келтірген дерегі мынау. Қазіргі таңда елімізде 1.636.000 жеке қосалқы шаруашылықтар бар. Сенатордың келтірген дерегі рас. Редакциямызға ауыл шаруашылығы министрлігінің берген ақпаратына сай, 2023 жылдың 1 қаңтарындағы есеп бойынша жеке қосалқы шаруашылықтардың жалпы саны 1.630.974. Енді келесі мәлімдемемен таныссақ. Олардың 2021 жылдың соңына қарай жалпы сомасы 2,8 триллион теңгенің өнімін өндіріп, еліміздің азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуге елеулі үлес қосты. Сенатордың бұл дерегі жалған. Тарқатып айтсақ, министрліктің 2021 жылдың қорытынды дерегіне сай, ауыл шаруашылығы өнімдерінің жалпы шығарылымы 7,5 триллион теңге болса, соның ішінде қосалқы шаруашылық 3,2 триллион теңге болған. Демек, Сенат депутаты айтқан 2,8 триллион деген деректі қайдан алғаны белгісіз. Егер мақаламен толық танысамыз десеңіз, сипаттамада көрсетілген сілтемеге өтіп оқи аласыз.